өлген аруақ жер таңдамайды дейді. Отырып қалған қыз бай таңдамайды дейді. Жалпы аға, сіз қатты айтпайсыз ба осы? Ау? Қатты батырып айтпайсыз ба? Жоқ, енді еріккеннен жүрмейді ғой. Жоқ, ол былай ғой. Жоқ, күлетін нәрсе емес қой. Немене күлеміз біз, мысалы? Күлетін нәрсе емес біз. Бұл қыздардың кінәсі емес негізінен. Иә? Бұл ата-ананың кінәсі де. Мысалы, қыз бала, тағы айтылып айтамын. Қыз баланы уақытында, мысалы, баяғыда би айтқан ғой. Арық атқа қамшы жау, жыртық үйге тамшы жау. Жасында бай алмаса, көрінгенмен ойнаса, бәрінен де қызын жау деген. Сондан ол, біз қазір әрбір қазақтың үйінде бір жау қыз тәрбиелеп отырмыз. Неге? Өйткені ақылымыз жетпей жатыр да соған. Ақылсыздықтан жасалған нәрседе неге? Ол қыздың еркіне салсан, ол жүре береді. Үйтем, бүйтем. Жалпы мынау Ницше деген немістің философы айтады ғой. Мәдениет дейді. Мәдениет мәжбүрлеуден басталады дейді. Мәдениет мәжбүрлеуден басталады, кейіннен ол әдетке айналады, әдет мінезге айналады, мінезден тағдыр пайда болады дейді. Сонда ол қызды бұлғандатып еркіне салу дегеніміз ол ақылсыз ұлттардың, ақылсыз адамдардың ісі. Өзі білет деген, ол ата-ананың өзі білет деген сөз, ол не? Қазақтың дәрменсіздігі ғой. Бұрынғы күш қуаты бар қазақ ешқашанда баласына өзі білет демейді. Әй, биыл сенің аяғын тұсаймын дейтін. Болды. Бітті. Неге? Сонда ата-ана керек та, ай қыз, биыл сені Аллаға ұзатамын. Сонда бұрынғы біздің батырлар өз ұнаған жігітке қызын берген, өз ұнаған жігітке қарындасын берген. Неге? Таныған, ана жігіт менің қызымды не қарындасын жылатпайды деп берген. Ата-анаға байланысты деп отырсыз ғой. Ата-анаға байланысты деп отырсыз ғой. Енді қарасаңызшы енді. Мысалы, қыз ол товар. Қазір бізге сондай ата-ананың бірі. Жоқ, қараңыз, қыз товар. Мысалы, қазір бір саудагер келіп, мен товарым өтпейді деп, осы судья келіп отырса, ұят емес пе мысалы? Сондан қазір көрерменге орыстар айтады ғой. Орыстар айтады. У вас купец, у нас товар дейді да. Шын мәнде қыз товар. Ал ата-ана ол сол товарды өткізу керек. Ал енді мен товарды өткізе алмаймын деу, ол жаңағы ата-ананың әлсіздігі. Сіз де қызыңызға товар ретінде қарайсыз ба? Әлбетте. Кез кел. Мен қараңыздар, ана айтады ғой, Құдайдан жасырмаған адамнан жасалмайсың, сөзсіз бе? Сен ол неге біз товар деген не? Товар дегеніміз қымбат. Мысалы біз айтамыз, қымбаттым дейміз, е? Бұрын қазақтың қызы қымбат болған. Неге? Өйткені шын мәнде үйлену қиын болған. Ал қазіргі кезде біз қымбаттым деп айтамыз.